Сәлем достар, бүгін осындай әдемі новинка тойбастар жасайтын боламыз. Неше түрлі формамен жасауға болады, аюмен жасап жатыр, қазір көбелекпен, мен осындай коронамен жасауға шештім. Ендеше кеттік. Осындай шаблонымызды шығарып аламыз. Биркасы негізі бөлек жүреді, мен просто қасына қоса салдым. Қайта парақ шығармайын деп. И шаблон бойынша бәрін қиып аламыз. Қиып болғаннан кейін осы кішкентай биркамызды дыраколмен тесеміз. Тескен кезде абай болыңыздар, қатты шетінен кет қалмасын, тура ортасынан дыраколмен тесіңіздер. Енді майлығымызды аламыз, біздің менің майлығым осындай, қатты үлкен емес, қатты қысқа емес, средний. Үйде тұрған майлық осыны алдым. На примере көрсетейін деп. Осылай ортасынан екі бүктедім. Одан кейін жоқ былай емес. Осылай бір бүктеймін, и екі жағын бүктеп бір-бірінің үстіне қоямын. Одан кейін мына жақтан тағы да осылай екі бүктеймін. И осылай жаңағы шаблонымыздың, тойбастарымыздың үстіне қоямыз. Енді ыстық клейді алдын ала қосып дайындап аламыз. Сөйтіп лентаны тура ортасын аламыз да осы шаблонымызға горячий клеймен клейлейміз. Енді майлығымызды алып, осы шаблонымыздың үстіне қоямыз. И лентамызға бирканы тағамыз да, әдемілеп бабочка етіп байлап қоямыз майлығымызды. Все, біздің тойбастарымыз дайын болды. Қарағандарыңызға көп рахмет. Обязательно осы видеома лайк басып, маған тіркеліп кетіңіздер. Қош сау болыңыздар.